Қайырлы күн баршаңызға. Ахмет Байтұрсынұлы бүкіл саналы ғұмырын қазақ қоғамында білім ғылымның дамуына, ағартушылық істің жанданып, кемелденуіне арнаған ұлы тұлға. Ал балалар әдебиетінің дамуына қосқан үлесі өзінше бір төбе. Қазақ әліпбиінен бастап, қазақ әдебиетінің зерттелуіне дейін зерделі үлес қосып, қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсады. Осы тұрғыда қазақ әдебиетінде Абайдан басталған жаңа арна, мысал жанры Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысалымен орнығып, ұлттық сипат алды. 1909 жылы Петерборда басылып шыққан 40 мысал еңбегінде орыс ақындарының шығармашылығынан қазақ халқының әлеуметтік өміріне, тұрмыс тіршілігіне сай келетін надандығын, жалқаулығын, алтыбақан алауыздығын, тәкаппарлық, күншілдік, аңқаулық, залымдық және тағы да басқа осы сынды теріс қылықтарын әшкерелейтін мысалдарды таңдап, талғап аударма жасады. Айта кететін жайт, автор балаларға лайықты тілмен жазған. Әрбір аударылған мысалдың соңғы шумақтарында мысалда нендей ой айтқысы келетінін тәптіштеп тұрып түсіндіріп береді. Биылғы жылы республикалық бір ел бір кітап акциясының да ақын шығармашылығына арналуы әрине көңіл қуантады. Кітапханамызда ақын шығармашылығына арналған онлайн және офлайн түрде түрлі шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі жоғарыда атап өткеніміздей балаларға арналған ақын шығармашылығын насихаттау мақсатында өткен шаралар. Кітапханамыздың кітап қорындағы ақынның маса кітабына енгізілген мысал өлеңдерін, ондағы балаларға беретін мәні мен мағынасын ұғындырып, жақсы қасиеттерді балалардың бойына сіңіруге, дұрыс және бұрыс қасиеттерді айыра білуге тәрбиелеуде түрлі шаралар болып өтті. Соның бірі арыстан, түлкі һәм киік мысалына үстел үсті қуыршақ театр ұсынылды. Асан Тайманов атындағы нөмір 34-ші мектеп гимназиясында, нөмірі 5-ші жалпы білім беретін орта мектепте, балабақшаларда және жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету аумақтық орталығының күндізгі жартылай стационар бөлімшесінің тәрбиеленушілері қойылымды ерекше ықыласпен тамашалап, түсінгендерін ортаға салып жатты. Арыстанның тәкаппарлығын, түлкінің қулығын, ең бастысы шынайы және жалған, пайдакүнем достықты ажырата білуге жетелейтін мысал арқылы ақынның айтқысы келген ең басты ойын да балалар түйсініп, түсіне білді. Сонымен қатар, кітапханамызбен тығыз байланыста жұмыстанатын нөмірі 26-шы Тұлпар балабақшасы мен жұмыспен қамту орталығының күндізгі жартылай стационар бөлімшесінде сурет салу сағаттары ұйымдастырылды. Балалар әуелі Ахмет Байтұрсыновтың қарға мен түлкі, жас ағаш, өгіз бен бақа секілді мысалдарын тыңдап, кейін мысалдар бойынша сурет салды. Аталған мекемелердің тәрбиешілерімен ақылдаса келе, балалардың өте кіші жаста екендігін және ерекше көңіл бөлуді қажет ететін балалар екендігін ескере отырып, кітапхана ақынның кітабынан алынған мысалдарды балаларға қызықты ете түсу мақсатында барлық мазмұнын сақтай отырып, мәтін түрінде жазып ұсындық және нәтижесі керемет. Мына суреттерде балалардың түсінгендері бойынша жарыса сурет салып жатқандықтарын көре аласыздар. Тамаша! Алдарыңызда Ахмет Байтұрсынов шығармашылығы балалар көзінен деп аталатын сурет көрмесі. Бұл сурет көрмесіне нөмірі 26-шы балабақшаның құлыншақ тобының, звездочка тобының және жұмыспен қамту орталығының күндізгі жартылай стационар бөлімшесінің тәрбиеленушілері салған суреттермен жасақтады. Мысалы, мына суретте Ахмет Байтұрсынұлының жас ағаш мысалы бойынша Ихсанғали Мұстахим атты оқырманымыз салған. Немесе келесі суретте өгіз бен бақа мысалы бойынша біздің кішкентай оқырмандарымыздың салған суреттері орналастырылып отыр.
Және мына бірінші сөреде жаңа жоғарыда атап өткеніміздей біз ақынның мысал өлеңін осындай мәтін түріне айналдырып балаларға қызықты болсын деген мақсатта тыңдау кезінде осылай ұсынған болатынбыз. Мәтіндерді де осы көрмеге бірге жасақтадық. Сонымен қатар дәл осындай сурет көрмесін жасақтауға, балаларға ақын шығармашылығын насихаттап, тыңдау сағаттарын ұйымдастырып, сурет салуға бірден бір септігін тигізген осы жоғарыда аталып өткен мекемелердің тәрбиешілері Аяжан Жұмабекқызына және Әсел Серікқызына осы тұрғыда алғысымызды білдіргіміз келеді. Құрметті кішкентай оқырман, ата-аналар, өскелең ұрпақты өнегелі өмірге жетелейтін Ахмет Байтұрсынұлының бай мұрасын оқуға шақырамыз.